Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осындай керемет, әдемі салат дайындайтын боламыз. Шырша салат дастарханның көркін ашады. Келген қонақтарыңыздың да көңілінен шығады. Ерекше дәмді. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Алдымен осындай ақ тарелка алғандарыңыз дұрыс. Ақ тарелкаға әдемі көрінеді. Піскен картопты шырша тәрізді етіп қойып аламыз. Оның үстіне тұз, бұрыш себеміз. Майонезді жағып шығамыз, әдемелеп. Майонез жағып болдық, енді оның үстіне піскен тауық етін саламыз. Шет-шетінің барлығын жинақтап, әдемелеп осылай қойып шықтық. Тағы да майонез жағамыз. Майонездің үстіне шампиньон қойып шығамыз. Консервідегі саңырауқұлақ жақсылап әдемелеп қойып шығамыз. Оның үстіне тағы да майонез жағамыз. Шамалы тұз себеміз майонездің үстіне. Оның үстіне тәтті кукурузды қойып шығамыз. Енді майонез жағамыз. Майонезді өздеріңіздің қалауларыңызша аз-аздан жақсаңыздар да болады. Маған салаттың майонезі көп болған ұнайды. Және оның үстіне күштен өткізілген піскен жұмыртқаны саламыз. Қасықтың көмегімен шет-шетін осылай жинастырып аламыз. Әдемі тегіс болып шығады. Майонез жағамыз. Майонез жағып болған соң тағы да қасықтың көмегімен майонезімізді бетіне жақсылап жағып, шамалы үстін басамыз. Өйткені біздің шыршамыз қатты көтеріліп кетпеу керек. Шамалы үстін басып ең бетіне кивиді осылай әдемелеп жоғарыға қаратып, бір кивиді екіге бөліп, жоғарыға қаратып, осындай етіп орналастырамыз. Міне біздің шырша салатымыз әдемі көрініс беріп келе жатыр. Кивиді осылай орналастырып болғаннан соң, шет-шетіне аскөкті шет-шетіне тағы да әдемі қылып қойып шығамыз. Ең соңында бетіне анарды, яғни гранатты шыршаның ойыншықтары тәрізді етіп осылай қойып шығамыз. Міне біздің шырша салатымыз өте дәмді, нағыз жаңа жылға арналған салат. Дәмі де керемет, түрі де керемет болып шықты. Тура осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді салат. Сіздерге рецепт ұнаған болса, WhatsApp желісіне таратып, менің каналыма тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.